Құрметті халайық, әлемдегі ең кедей президент өмірден өтті. Міне, Хосе Мухика дейтін мына адам, Уругвайдың президенті болған адам. Бұл адамның жан тебірентерлік өмірі сонау дүниенің бір қиырында отырған мына мені тебірентіп отыр. Жалғыз мені деп ойламаймын, себебі әлемнің кез келген түкпіріне барсаңыз да, мына адамның ең болмаса өмірде не істегенін біледі. Себебі бұл адам президент бола тұра, жақында ғана өмірден өтті, президент бола тұра, жалақысының 90%-ын қайырымдылыққа берген. Ол аздай әйелі екеуі гүл өсіріп сатқан. Ойлап қараңыздаршы, адамның ақыл ойына кіретін нәрсе ме мынау? Біздің ойымыздағы президент түгіл әкімдер біздің осылай өмір сүре ме? Біздің қарапайым ауылдың әкімі. Мынау тұтас мемлекетті Уругвайды басқарып отырып, жалақысының 90%-ын қайырымдылыққа берген. Ол аздай әйелі екеуі гүл өсіріп сатқан. Міне осы адам 89 жасында өмірден өтті. Бұны әлем елдері үлкен тебіреніспен қабылдап жатыр. Мұндай лидердің бар екені жалпы айтқанда мына жер шары халқы риза деп ойлаймын, себебі бұндай адамдар 1000 жылда бір рет келетін адамдар. Ол адам билікке келу жолында, өз еліндегі жемқорлармен күрес жолында 6 рет жараланып, өмірінің 14 жылын түрмеде өткізген адам бұл адам. Енді сіздерге бір ғана мысалды айтып берейін. Бұл адамның өмір сүрген кезеңі туралы жаңа айтып отырмын ғой. Бұл адамның енді тексереді ғой бұл адамды. Қандай алтында мүлік бар екен, үлкен бір ғимараты бар ма, ең болмаса бір шаруашылығы бар ма, не болмаса бір жерде бір фирмасы бар ма, ұшағы бар ма, я? Ойлап қараңыздаршы, бұл адамның атына тіркелген жалғыз мүлік бар екен. Оның өзі 1987 жылғы Volkswagen көлігінің бір маркасы. Жалғыз қана көлік, 1987 жылы Volkswagen. Міне осындай жағдайда ел басқарған адам, президент болған адам. Бұл енді әрине Назарбаевтың дәуірінде өмір сүрген біздер үшін бір аңыз сияқты елестеді, себебі Назарбаевтың өзінің басындағы байлықты былай қойғанда, оның туыс-туғандарының қандай миллиардерлер болып жатқанын өздеріңіз де білесіздер. Біз сол дәуірде өмір сүріп жатырмыз ғой негізінде. Шетелге қанша миллиард кетті? Теңгемен емес, миллиардпен есептеңіз, 200 миллиард, 300 миллиард. Неше яхталар сатып алынды, тұтас аралдар сатып алынды ма? Тіпті қазіргі кезде мысалы шетелге кеткен активтерді қайтару бойынша үлкен комиссия жұмыс жасайды. Нақты мынадай цифра шетелге шығып кетті деп, әлі күнге дейін біз нақты білмейміз. Соншалықты. Бірақ біздің бірінші президент Назарбаевтың тұсында болған жайлар еді. Шетелде үйлер, яхталар, қымбат виллалар, адамның ақыл ойына кірмейтін жерлерден сатып алған. Адамның көзін бақырайтып қойып, Лондон, Париждегі үйлерді айтыңыз, виллаларды айтыңыз. Қайсы бірін санап тауса аламыз біз. Ал мына адам, мемлекет басқарып отырған президент, өзінің алатын жалақысының өзінің 90%-ын қайырымдылыққа беріп отыр. Өзі гүл өсіріп сатқан әйел екеуі. Сондай жағдайда өмір сүрді. Сонда мен бір ғана нәрсе айтқым келеді бұл жерде. Назарбаевтың атына қаншама ғимараттар, ескерткіштер салынды. Көзі тірі адамның ескерткіштер салынды. Қаншама ғимараттардың аттарына аты берілді. Қаладағы ең үлкен даңғылдар осы Назарбаевтың атымен аталды. Тіпті тұтас мемлекеттің астанасын біз бір уақыттары Нұрсұлтан қылып өзгертіп жібергенбіз. Депутаттар қол шапалақтап тұрып. Ал Назарбаевтың қаңтар оқиғасы кезінде мына қираған ескерткішін қараңыздаршы. Сонда ешқандай сый құрметті, халықтың жүрегінде қалуды, халықтың үлкен қошеметіне, мына жүрегіндегі ізгілік есіммен сақталуы, сен 1000 жерден ғимарат тұрғыз, тұтастай астананы атыңа аударып таста, өз атыңа. Ол ешқайсысы гарантия емес сенің есімің тарихта қалатынына, жақсы атпен. Ал мына адам сөзсіз Уругвайдың тарихында, жалғыз Уругвай емес, бүкіл әлем лидерлері, көшбасшыларының тарихында алтын әріппен жазылып қалатын адамның есімі. Себебі ол ешқандай мемлекетінің қаражатын тонап, шетелге ақша шығарып, не болмаса өзі қымбат виллада, қымбат яхта мініп, тікұшақпен жүріп өмір сүрген емес.
қарапайым ғана үйде өмір сүрді. 1987 жылғы бір ғана көлік атына тіркелген, тіпті гүл өсіріп сатып өмір сүрген адам. Міне, президент деген осындай болады. Біз сондай ғасырда бір 100 жылда, 1000 жылда бір келетін тұлғаның замандасымыз деп өзімізді бір мақтанышпен де айтуымызға болады, себебі біз сондай тұлғамен бір дәуірде өмір сүрдік. Жақында ғана осы адам өмірден өтті. 89 жасында. Хосе Мухика. Дүниенің бір қиырында отырсам да, сонау мұхиттың ар жағындағы осындай көшбасшының өмірден өткен үлкен тебіреніспен қабылдадым. Және үлкен ойда қалдым, неге біздің басшыларда сондай болмады екен деп. Видеоның соңында мына нәрсені айтқым келеді. Біз мемлекетті тірі организм деп атаймыз. Өйткені ол адам сияқты өмір сүреді, дамиды, бірде құлдырайды, бірде алға өрлейді, түрлі кезеңдерді басынан өткізеді. Яғни мемлекетті біз тірі организм деп есептейтін болсақ, онда оның емдеуші күші бұл реформалар, заңдар, ережелер неше түрлі. Және оны жасайтын реформаторлар, дәрігерлер. Яғни реформаторлар деп отырғанымыз міндетті түрде президент не болмаса премьер-министр емес, реформатор дейтін Дэн Сяопин, Ататүрік, Бисмарк, Муцихито сияқты адамдар. Мына нәрсені айтқым келеді. Ғылымда, медицина ғылымында үлкен бір ереже бар. Заңдылық деп те айтсақ болады. Дәрігерлердің үлкен ережесі бар. Сонда былай айтылған. Егер науқасты емдей алмайтын болсаң дейді, дәрігердің ең үлкен көмегі науқасты емдей алмайтын болса, ең болмаса оған зияныңды келтірме деген. Оны мойында, бірақ зияныңды келтірме. Сол сияқты бұл да мемлекет басшыларына қатысты айтылған нәрсе. Мемлекетті басқара алмайсың ба? Мемлекетті тұтас миллиондаған, сен өткені бір адамның емес, миллиондаған адамның өміріне жауаптысың. Миллиондаған адамның тағдыры сенің басқаруыңа байланысты. Сен дұрыс басқарасың ба, бұрыс басқарасың ба? Соған сәйкес миллиондаған адам кейде аштықтан қырылады, мемлекет дұрыс басқара алмағаннан. Кейде соғыстан қырылады. Кейде соғыста, аштықта болмай, бейбіт күнде отырып, қынадай қырылады. Яғни бұны бейбіт күнде айтады ғой, соғыс күндегіден қарағанда, бейбіт күндегі тоналу, бейбіт күндегі неше түрлі сойқандар бұл соғыстан да бетер деп айтады. Сондықтан қандай басшы болсын, қандай президент, әкім болсын, ол халықты басқарып отырғаннан кейін сол тұтастай халыққа жауапты. Олардың басынан түсетін бір тал шаштың өзі әкім қаралардың мойындағы жүк. Солысымен ол басшы. Ал мына басшы өзінің мойындағы міндетін солай атқарып кетті. Және тарихта солай қалды. Және оған тарихтағы бағаны халық береді. Елді қалай басқарғанын.